Сәлем достар, сіздермен бірге мен Гүлназ. Бүгін сіздермен өз рецептімде манты пісіру әдісімді бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз ұнымызды алып, кішкене сұйық май құямыз. Жылы су, үстіне кішкене біраз қасық тұз салып, жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Суды аз-аздан құйып отырыңыздар, өйткені біз қамырымызды қаттылау болып илейміз. Қамырымыз міндетті түрде қатты болуы керек, өйткені қазір біз мантымызды түйген кезде жұмсақ болса, ол өз формасына келмей қалуы мүмкін. Неге осылай жазып, қаттырақ үстіп илей береміз. Мен бәрінің мөлшерін описанияға жазып кететін боламын. Бұл қамыр кішкене уақыт алуы мүмкін, бірақ өте керемет болып шығады. Енді қамырымызды осылай жақсылап илей береміз. Қамырымыз дайын. Енді салафанға салып 20 минутқа тындыруға қоямыз. Мінекей 20 минут уақыт өтті. Енді тестамызды тағы бір илеп, қанғанша салафанға салып қоямыз. Салмамызды дайындаймыз. Картошка, пияз, сәбіз, ет және кішкене іш май қостым, капуста қостым. Барлығын жақсылап төртбұрыштап туралатын боламыз. Мінекей қоспамыз дайын. Енді барлығына тұз, қара бұрыш және кішкене сұйық май құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді тестамызды алып, мінекей тестамыз қаттылау және өте өзінің бабында жақсы болып тұр. Екіге бөліп, қолымызбен домалақтап жайып, енді сопақшалау осылай кесіп аламыз. Жандарыңызға міндетті түрде ұн алып алыңыздар. Осылай ұнға бір салып аламыз да, оқтаумен өте қатты қалың емес, өте жұқа да емес, орташа қалыпта осылай жайып аламыз. Кішкене сопақшалау болады. Енді тестамызға салмамызды салып, төмен жағынан бастап бірінші жағын, екінші жағын осылай кезектесіп, мантымызды түйіп аламыз. Барлық мантымыз түйіп болдық. 40-45 минут мөлшерінде буда пісіріп аламыз. Мінекей мантымыз дайын. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.